Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға бүгін тағы бір жаңа видео ұсынамын. Видеоны толықтай қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, және каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Іргелес салалас құрмалас сөйлемдердің грамматикалық функционалдық сипаты, грамматикалық семантикалық топтары. Іргелес салалас құрмалас сөйлем дегеніміз жалғаулық қатыспай ұйымдасқан салалас сөйлемдер. Олардың өзіне тән ұйымдасу заңдылықтары, сол заңдылықтарды іске асыру амалдары бар. Іргелес салалас сөйлем байланысын қамтамасыз ететін жағдай екеуі деп көрсетіліп жүр. Бірінші, салалас құрмалас сөйлемнің бірінші предикативтік бірлігінің арнаулы формадағы баяндаушының қатысуы арқылы жасалады. Мысалы, жедел өткен шақ тұлғасындағы етістік және бар ғой сөзінің тіркесуі, немесе жедел өткен шақ тұлғасындағы етістік пен маме, бабе, папе шылауларының тіркесуі арқылы. Екінші, бастауыш баяндауыштық конструкциясы түгел бейімделген компоненттердің қатысуына негізделген іргелес салалас сөйлемдер. Бұл кезде бастауышы тұйғырайлы етістікпен, баяндаушы сол, осы еді, мың еді деген тәрізді тіркеспен келеді. Бастаушы өткен шақ есімше, баяндаушы осы еді деген сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Басуында анафористік сөздер ерекше қызмет атқарады. Анафористік сөздер деп отырғанымыз екінші компоненттің құрамына функционалдық мүше ретінде орын алып, іргелес сөйлемнің мазмұнын қатыстыратын сөз. Мысалы, кім келді, кім кетті, оны біле алмадым дегенде, оны деген сөз алдыңғы екі сөйлемнің мазмұнын үшінші сөйлемге тасымалдап тұр. Іргелес салалас сөйлемдерді тұрақты іргелес салалас сөйлемдер және ауыспалы іргелес салалас сөйлемдер деп жіктейді. Тұрақты немесе негізгі іргелес салалас сөйлемдер арнаулы баяндауыштық формалар, арнаулы конструктивтік компоненттер қатысып құрылады. Ал ауыспалы іргелес салалас сөйлемдер жалғаулықты қатыстырып та, қатыстырмай да құрыла береді. Жалғаулықсыз құрылғанда іргелес салалас сөйлем болып есептеледі. Іргелес салалас сөйлемнің өзіне тән қызметі бұл сөзді эмоциялы етіп айту үшін жұмсалады. Іргелес салалас сөйлем сөзді үнемі жинақы құрып айту үшін жұмсалады. Іргелес салалас сөйлемнің жұмсалатын функционалдық аумағы бұл ауызекі сөйлеу тілі, мақал, мәтел, нақыл сөздер, ертегі, жұмбақ, жаңылтпаш, тағы сол сияқты. Іргелес салалас сөйлемнің грамматикалық, семантикалық түрлері топтастырылады. Себептік іргелес салалас сөйлем, шарттық іргелес салалас сөйлем, қарсылықты іргелес салалас сөйлем, мезгілдік іргелес салалас сөйлем, теңдік қатынасты білдіретін іргелес салалас сөйлем, айқындауыштық қатынасты білдіретін іргелес салалас сөйлем, объектілік қатынасты білдіретін іргелес салалас сөйлем, телінбе компонентті іргелес салалас сөйлем, ауыспалы іргелес салалас сөйлем деген топтарға топтастырылады. Іргелес салалас құрмалас сөйлемдердің ең басты айырмасы олардың компоненттерінің ешбір жалғаулықсыз байланысатыны. Іргелес салалас құрмаластар грамматикалық, семантикалық сипатына қарай 9 түрге топтастырылады. Олардың әрқайсысының тілде қолданылу сипаты да түріше. Өздеріңізге жарайды деп ойлаймын. Егер де осы айтылған мәселелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, каналға пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.